Сәлем достар, бүгін біз тез әрі оңай дайындалатын тіске басарларды әзірлейміз. Ол үшін ұнға тұзды, қопсытқышты барлығын жақсылап қосып араластырамыз. Одан кейін бөлме температурасындағы тұрған сары майды қосып араластырамыз. Сары май ұнның барлығын өзіне сіңіп алғанша араластырамыз. Бөлме температурасындағы тұрған қаймақ пен жұмыртқаның сарысын екеуін қосып араластырамыз. Одан кейін қамырымызға қосып, барлығын жақсылап араластырып алуымыз керек. Ұнды 2-3 бөлікке бөліп араластырамыз. Сол кезде біздің қамырымыз жұмсақ болып шығады. Дайын болған қамырды 15 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді тіске басардың салмасын әзірлейміз. Ол үшін ұнға қантты қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Ұн мен қантқа бөлме температурасындағы тұрған сары майымызды қосып араластырамыз. Біздің қамырымыз осындай ұнтақталған болу керек. Одан кейін жұмыртқаның сарысын қосып, тағы да бір мәрте араластырамыз. 15 минуттан кейін тоңазытқыштағы қамырымызды алып, жұқалап илейміз. Дайын болған қамырдың үстіне салмасын барлығын біркелкі етіп саламыз. Енді оны рулет қылып видеодағыдай әдемілетіп ораймыз. Біздің қамырымыз өте нәзік, сол себепті жаймендеп асықпай орап алуымыз керек. Бетін видеодағыдай шанышқымен әдемілетіп өрнектейміз. Жұмыртқаның сарысын жағып пышақпен кесеміз. Дайын болған тіске басарларды формаға салып, қыздырылып тұрған пеште 30-35 минут пісіріп аламыз. Мінеке достар, біздің тіске басарымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте оңай әрі дәмді. Сіздермен бірге болған Гаухар, назарларыңызға рахмет.